Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге 2025 жылдың хит салатын жасайтын боламыз. Дастарханыңызға қойған мезетте бірден-ақ таусылатын салаттың түрі. Түрі дәміне сай өте дәмді салат деп те айтуға болады. Алдымен колбасаларымызды осылайынан дәл видеодағыдай етіп турап шығамыз. Мен Нарленнің халал колбасасын қолдандым. Сіздерге де осы колбасаны қолдануға кеңес беремін. Одан кейін 4 бөлікке бөліп осылайынан 3 бұрышты етіп тураймыз. Келесі этапта сырымызды турайтын боламыз. Сырымызды дәл видеодағыдай 4 бұрышты етіп қалыпқа келтіріп турап аламыз. Салатқа қосылатын барлық қосындыны мен 3 бұрышты етіп турадым. Сондықтан сырымызды да дәл солайынан колбасамыз сияқты 3 бұрышты етіп дәл видеодағыдай турайтын боламыз. Келесі қиярымызды тураймыз. Мен толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Неше штуктан қажет болады, соның барлығын описание бөлімінен қарай аласыздар. Келесі этапта қызанақты турайтын боламыз. Дәл видеодағыдай ортасын алып тастап турайтын болсаңыздар, салаттарыңыздың көркін ашады. Қызанағымызды да дәл видеодағыдай 3 бұрыштап турап шығамыз. Ендігі этапта біз жұмыртқадан омлет жасайтын боламыз. Бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Шым-шым тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырып алып, қызып тұрған табамызға кішкене майымызды құйып, оны щетканың көмегімен жағып алып, үстінен жаңағы дайындап алған жұмыртқамызды жіңішке етіп құйып, осылайынан әдемі омлет пісіріп аламыз. Менде 3 жұмыртқадан 4 осындай жіңішке омлет пайда болды. Неке біздің жіңішке, әдемі, дәмді омлеттеріміз дайын болды. Дәл видеодағыдай етіп, ұзынша етіп кесіп шығамыз. Ұзыншалап кесіп шыққан омлеттерімізді де дәл осылайынан 3 бұрыштап тағы да кесіп шығамыз. Маған Три желанияның майонезі қатты ұнайды, сондықтан мен Три желанияның майонезін қолдандым. Және де листья салатаның бір бөлігін осылайынан қолымызбен турап, шым-шым тұзымызды дәміне қарай салып, жақсылап салатымызды араластырып аламыз. Мен сәндік ретінде салат жапырағын қолдандым. Тарелканың астына сіздер қолданбасаңыздар да болады. Және де жаңағы араластырып алған салаттарымызды әдемілеп қойып шықтым. Ендігі соңғы этап бізде чечилді дәл осылайынан жіп сияқты қолымның көмегімен үзіп шығамыз. Сонда салатымыз сәнді әрі әдемі көрінетін болады. Чечил ол салатымызға ерекше дәм беріп тұрады. Мінекей біздің 2025 жылдың хит салаты дайын болды достар. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Егер видеом ұнаса, лүпілмен пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі менің каналымда өте көп оригинал рецепттер бар. Менімен видеоның соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге жаз мезгіліне арналған витаминге бай салат түрін дайындауды үйренетін боламыз. Алдымен картошкамызды осылайынан теркадан өткізіп алып, жуып, кептіруге жіберетін боламыз. Мен картошкаларымызды 2 сағат көлемінде кептірдім. Кеуіп болған картоптарымызды қызып тұрған майымызға дәл видеодағыдай етіп қуырып аламыз. Қуырып болған картоптарымызды дәл осылай сүзекінің көмегімен сүзіп аламыз.
Ендігі бізге қажетті заттар ол қызылша, қайнатылған қызылша және де қайнатылған жұмыртқа қажет болады. Дәл видеодағыдай барлығын көбіктеп турап шығамыз. Ендігі кезек Бандуэльдің тәтті кукурузасында. Бандуэльдің тәтті кукурузасын қосып, жаңағы қуырып алған картоптарымызды, яғни пай деп те айтамыз, дәміне қарай тұзымызды, майонезімізді салып, салатымызды шанышқының көмегімен немесе қасықтың көмегімен дәл осылайынан араластырып аламыз. Мен сәндік ретінде салат жапырағын қолдандым. Тарелканың төменгі жағына, оның үстіне біздің араластырылған салаттарымызды әдемілеп, әсемдеп салып шығамыз. Қуырып алған пайымызды басында салаттың ішіне қостық. Енді біз беткі жағына әсемдік ретінде дәл видеодағыдай қойып шығатын боламыз. Мінеки көріп тұрғандарыңыздағыдай біздің 2025-тің хит салаты дайын болды. Витаминге өте бай. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, достар. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге Сандуғаш. Маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Сандуғаш. Бүгін мен сіздермен бірге оңай жасалынатын өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл салат аштыны қатты ұнататындар үшін арналған. Бұл салат болмаса болмайды, біздің үйдің дастарханы жайылмайды. Бізге қажетті заттар орам жапырақ, яғни капуста, қияр, сәбіз, жартылай ашты перец, укроп, помидор өз қалауларыңызша. Алдымен сәбізімізді тісірі күшімізден дәл видеодағыдай өткізіп аламыз. Бізде сәбіздің өте ірі болғаны жақсы, себебі суы шыққан кезде өте әдемі көрінеді салаттың түрі. Қиярымызды да дәл сәбіз сияқты күштен әдемілеп өткізіп аламыз, және де чесногымызды де дәл солайынан өткіземіз. Чеснокты өз қалауларыңызша майдалап турауға да болады. Мен осылайынан үкіштен өткізген ыңғайлы болды. Сол себептен үкіштен өткізіп алдым. Ендігі кезек орам жапырағымызда өзімізге қажетті бөлігін бөліп алып, дәл осылайынан майдалап турап шығамыз. Орам жапырақтың да майда болып туралуы өте маңызды, себебі салатқа ерекше дәм беріп тұрады. Ендігі этап бізде жартылай ашты перецте. Бізге ашты түрі ұнайды, сондықтан мен жартылай ашты перецін барлығын осылайынан турап шықтым. Егер сіздерге ашты қатты ұнамаса, жартылай ашты перецін жартысын турасаңыздар да жеткілікті. Маған салаттың суы шығып тұрған түрі ұнайды, сондықтан мен қызанақты қостым. Негізі өз қалауларыңызша қызанақты қоспасаңыздар да болады. Егер қызанақты қосқан түрі ұнайтын болса, осылайынан майдалап, турап қосып алыңыздар.
Қалауларыңыз бойынша түрлі аскөк түрін қолдануларыңызға болады, яғни кинза, укроп, петрушка деген сияқты. Мен бұл жерде укропты ғана қолдандым. Достар, салаттың түрі ұнап жатырған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді дәміне қарай мен қызыл бұрышты қосамын, бізге ашты түрі ұнағандықтан, және де чемчемнің капустаға арналған заправкасын қосамын. Чемчемнің капустаға арналған заправкасын кез келген магазиннің түрінен алсаңыздар болады. Мен көбіне смол мен магнумнан аламын. Менде салаттың құрамы көп болғандықтан мен 2 заправка түрін қолдандым. Салаттың құрамын төмендегі описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден өздеріңізге қажетті бөлігін азайтып, қажетті бөлігін көбейтіп істеулеріңізге болады. Салатымыздың барлық қоспасын қосып болғаннан соң 2 қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Капустадан жасалған бұл ашты салатымыз кез келген тамақпен үйлеседі. Үйлескенмен қоймай, аппетитіңізді де ашады. Сондықтан сіздерге осындай ашты кез келген тағам түрмен үйлесе беретін салат түрін жасауға кеңес беремін, достар. Мен видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк қалдырып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Салатты жақсылап араластырып болғаннан соң 30 минутқа холодильникке салуға кеңес беремін.
Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге дымляма тамағын жасаудағы өз нұсқаммен бөлісетін боламын. Міндетті түрде сіздерге осы тағамды жасауға кеңес беремін. Себебі өте дәмді, ерекше витаминге бай әрі оңай жасалынатын тағамдардың бірі болып табылады. Осындай оңай рецепттер қажет болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттарды мен видеоның астындағы описание бөліміне толықтай қалдыратын боламын. Мен жылқының етін пайдаландым, сіздер сиыр етін пайдалансаңыздар тіптен жақсы болады. Үйіңізде қандай витаминге бай көкөністер бар, соның барлығын қолдана берсеңіздер болады. Ең алдымен осылайынан өзімізге қажетті заттардың барлығын ұсақтап турап аламыз. Мен құйрық майды турадым алдымен. Менде жылқының еті болғандықтан тез пісу мақсатында осылайынан ұсақтап турадым. Сіздерде сиыр еті болса, оны үлкен етіп тура берсеңіздер болады. Келесі этапта жуамызды осылайынан жіңішке етіп турап аламыз. Жуамыз бен чесногымызды бірге қосатын болғандықтан, чесногымызды артынша тураймыз. Келесі көкөністерімізді ірі етіп турай береміз, дәл видеодағыдай. Біз асқабақты қатты жақсы көретін болғандықтан, мен асқабақты да қолдандым. Асқабағымызды да дәл видеодағыдай етіп тураймыз. Келесі картопымызды турап аламыз. Барлық көкөністерімізді дәл видеодағыдай кесіп шығамыз. Ендігі кезде қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды көптеу етіп құйып, үстінен турап алған етімізді, құйрық майымызды салып жақсылап қуырамыз. Менде жылқының еті болғандықтан қуырдым, ал сіздерде сиырдың еті болса, қуырудың қажеті жоқ. Дәл видеодағыдай турап алған барлық көкөністерімізді салып, үстінен тұзымыз бен бұрышымызды салып отыруды ұмытпаймыз. Ең бірінші сәбізімізді салдым, сәбізіміздің үстінен жуамызды салып, тұз бен бұрышымызды сеуіп, қызанақтың үстінен редканы, оның үстінен тағы да тұз бен бұрышымызды сеуіп, жуамыз бен чесногымызды салып, үстінен ірілеп туралған картоптарымызды салып шығамыз. Тағы да тұз бен бұрыш. Сіздер өздеріңізге ұнайтын спец түрін қолдансаңыздар болады. Мен видеода тек қара бұрышты ғана қолдандым. Ең үстіңгі жағына асқабағымыз бен лавр жапырағын және де қысқа деп сақталған болгарский перцімізді салып, капустамыздың сыртқы бөлігін тазалап алып, осылайынан өзімізге қажетті бөлігін турап аламыз. Көкөністердің барлығын салып жатырған кезде біздің отымыз баяу болу қажет. Мінекей біз дайындап қойған капустамызды осылайынан бетіне жауып шығамыз. Мен соңғы жағында осылайынан ірі қара бұрышты қостым, ол ерекше дәм береді тамаққа. Ендігі етап бір кесе салқын суымызға жарты ас қасық тұзымызды, бір ас қасық томатымызды салып, осылайынан жақсылап араластырып, дайындап қойған тамағымыздың үстіне құямыз. Бетін жауып, баяу отта 1,5 сағат пісіріп аламыз. Мінекей біздің өте дәмді әрі көкөніске бай дымляма тамағымыз дайын болды. Достар, сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаса маған міндетті түрде тіркеліп, видеоға лүпіл басып, пікір қалдыра кетіңіз. Менімен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш. Қош сау болыңыздар. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге овсянкадан жасалған печенье дайындайтын боламыз. Бұл печенье ағзаға өте пайдалы және тойымды дәмді печеньелардың бірі болып табылады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де осындай дәмді печенье дайындағыларыңыз келсе, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Және де видеоға лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, 40 грамм қантымызды, шымшым тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араласып болған сұйықтығымызға 50 грамм қаймақ қосамыз.
шай қасықпен 1 қасық бал қосамыз. 40 грамм ұнымызды жарты шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Неге біздің сұйықтығымыз осындай сұйық болу керек? 140 грамм овсянкамызды блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Біздің овсянкамыз дәл видеодағыдай болу қажет. Овсянкамызды дайындап қойған сұйықтығымыздың үстіне салып, кез келген жеміс түрін салсаңыздар болады, немесе салмай қойсаңыздар да болады. Мен мұндағы жерде смородинаны қолдандым. Смородинаны салып болғаннан соң, барлық сұйықтығымызды жақсылап араластырып, үстіне 1 шай қасық сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Біздің салмамыз дәл видеодағыдай болу керек. Одан сұйық болса, сіздер холодильникке қойып, қатырып алсаңыздар жеткілікті. Салмамыз қолымызға жабыс қалмау үшін қолымызды майлап алып, осылайынан домалақ пішінге келтіріп қойып шығамыз. Осылайынан домалақ пішінге келтіріп болғаннан соң 180 градуста қызып тұрған пешімізге 15 минутқа салып аламыз. Мінекей біздің овсянкадан жасалынған дәмді әрі пайдалы печеньеміз дайын болды. Достар, сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш. Егер менің видеом ұнаса, маған үлпіл қалдырып, комментарий жазып, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге адам ағзасына өте пайдалы 2025-тің хит салатын дайындайтын боламыз. Және де ауызашарға ерекше салаттардың бірі болып табылады. Алдымен қайнатып дайындап қойған қызылшаларымызды осылайынан жіңішке етіп бөліктерге бөліп аламыз. Жіңішке етіп бөлінген қызылшаларымыздың үстінен творожный сырымызды пышақтың көмегімен немесе қасықтың көмегімен осылайынан жіңішке етіп бетіне жағып шығамыз. Творожный сырды холодильниктен 1,5 сағат алдын шығарып қоятын болсаңыздар, өте жақсы жағылады. Творожный жағылған қызылшаларымызды 15 минутқа холодильникке жібереміз. Келесі кезекте апельсиндерімізді дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Мен бұл салатқа листья салата мен рукколаны қолдандым. Руккола мен листья салатаны алдын ала жуып кептіріп алсаңыздар, салаттың көркін ашады. Оның үстінен жарты лимон сығынысын және де оливковое масло немесе жай сұйық майды қолдансаңыздар да болады. Дәл видеодағыдай қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді салатты толықтай жинайтын боламыз. Ортасына салат жапырағын қойып шығамыз осылайынан. Шет-шетіне бөліп алған апельсиндерімізді дәл видеодағыдай әсемдеп қойып шығамыз. Тоңазытқышқа жіберілген қызылшаларымызды дәл видеодағыдай әсемдеп турап шығамыз. Бұл салатты өз қалауларыңызша сәндеуге болады. Мен осылайынан сәндедім. Енді дайындап алған қызылшадан жасалған слойкаларымызды салаттың бетіне дәл осылайынан әсемдеп қойып шығамыз. Ең соңында мен әсемдік ретінде анарды қолдандым. Мінекей біздің 2025 жылғы хит салатымыз дайын болды. Достар, сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге осындай қою бал тәріздес варенье түрін жасауды үйренетін боламыз. Яғни қарақаттан жасалған варенье. Қарақаттан жасалған варенье ол витаминге өте бай, ағзаға өте пайдалы вареньелардың бірі болып табылады. Сондықтан қыс мезгілінде міндетті түрде осылайынан варенье жабуды ұсынамын. Алдымен қарақатымызды дәл осылайынан тазалап жуып аламыз.
Жуып болған қарақаттарымызды миксердің көмегімен немесе термомикстің көмегімен немесе блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Менде блендер болмағандықтан термомиксті қолдандым. Мінекей қарақаттарымызды дәл видеодағыдай етіп блендерден өткізіп аламыз. Мен вареньенің барлық құрамын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Құрамын сол описание бөлімінен қарай аласыздар төмендегі. Қарақат шығыс және де орталық Қазақстанның таулы аймақтарында танымал бұта болып табылады. Жалпы алғанда Қазақстанның барлық аумағында өсіріледі. Бірақ жабайы қарақат қатты бағаланады. Себебі емдік мақсатта және де витаминге бай өсімдік ретінде танылған. Күнді жақсы көретін өсімдіктердің бірі болып табылады. Қарақаттың құрамында 85% су, 1% ақуыз және де 8% көмірсулар бар. Калий, кальций, магний, фосфор, темір, сонымен қатар глюкоза мен фруктозаға өте бай. Қарақаттан жасалған варенье суық тигенде жөтелді басуға, бронхитті, жөтелді емдеуге пайдасы мол. Сонымен қатар адам ағзасын ауыр металдардан, токсиндерден, шлактардан тазартады. Енді қарақаттың вареньесіне оралайық. Мен қантты бірге бір қостым. Егер де қантты бірге бір қосатын болсаңыздар, вареньеларыңыз өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге қант қатты ұнамаса, сіздер қанттың кішкене төмендетулеріңізге болады граммы. Қант қосылғаннан соң дәл видеодағыдай етіп жақсылап араластырып аламыз. Бізде қарақат қатты қою болады, сондықтан мен малинаны да қолдандым. Қыста қатырылған малинам бар еді, соны да блендердің көмегімен езіп қосып жібердім. Қанша килограмм малина қоссаңыздар, оның да үстіне сонша килограмм қант қосасыздар. Барлығын қосып болғаннан соң тосабымызды жақсылап араластырады. Қантты еру мақсатында және де бір-біріне сіңу мақсатында бетін жабық күйінде 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағаттан кейін біздің вареньеміз дайын болады. Яғни дәл осылайынан морозильникке қатырып қойсаңыздар да болады. Мен вареньенің жартысын осылайынан кішкентай баклажкалерге және де осындай ыдысқа сақтаймын. Морозильникте жарты бөлігін қайнатамын, яғни қайнағаннан соң 5 минут уақыт есептейсіздер және де бетіндегі көбігін алып тастап, банкілеріңізді жақсылап тазартып алып, қайнаған суға және де крышкаларында қайнаған суға бір салып алып, дайын болған вареньемізді осылайынан жауып тастай беруімізге болады. Қарақаттың вареньесін көп қайнатудың қажеті жоқ, 5 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Мінекей біздің қарақаттан жасалған вареньеміз дайын болды, достар. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Егер де менің видеом ұнаса, менің видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Менімен видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге қонақ шақырған кезде дастарханның көркін ашатын қытырлақ вафли дайындауды үйренетін боламыз. Осындай қытырлақ, дәмді, шаймен керемет кететін вафлиді дайындау үшін менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды, 200 грамм майымызды, 200 грамм қантымызды, 200 грамм ұнымызды салып, венчиктің көмегімен немесе блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің сұйықтығымыз дайын болды. Дәл видеодағыдай шығу керек. Ендігі кезек вафельницамызды қыздырып қоямыз. Вафельницамызды қыздырып болғаннан соң бір ас қасық сұйықтығымызды салып, вафлеміздің бір шеті қызарып болғаннан соң екінші шетін аударып, біртіндеп пісіріп шығатын боламыз. Мен бұл вафельницаны Каспийден заказ берген болатынмын. Өте көп уақытқа шыдады. Жақсы екен сапасы. Сіздерге де заказ беруге кеңес беремін. Енді мінекей біздің вафельницамыздың екі шеті де піскеннен соң вафельницамызды екіге ыстықтай осылайынан бүктеп, шайдың ыдысына немесе 100 граммдық стакандарға осылайынан әдемі форма шығарып аламыз. Бұл вафлидің рецептісін біздің үйге қонақ болып келген әрбір қонақ сұрайды. Сондықтан сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, достар. Қытырлақ, аузыңа салсаң еріп кетеді. Бұл вафли болмаса болмайды. Біздің үйдің дастарханы жайылмайды, достар. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мінекей біздің вафлиларымыз дайын болды. Дәл видеодағыдай біртіндеп пісіре бересіздер. Формасында шығарып. Әртүрлі формада шығаруға болады. Маған осылайынан гүлді формада жасаған ұнайды. Сіздерге де осылай жасап көруге кеңес беремін, достар.
менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Байзақова Сандуғаш. Келесіде қандай видео күтетіндеріңізді комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.
Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге дрожжсыз жасалатын дәмі естен кетпестей пирожки жасайтын боламыз. Осындай оңай рецептпен жасалатын пирожкидің түрін жасауды үйренгіңіз келсе, менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар жоғары сұрыпты ұн, су қажет болады, салқын су, тұз қажет болады және де май қажет болады. Мен барлық рецепті төмендегі описание бөлімінде қалдыратын боламын. Алдымен өзімізге қажетті майды осылайынан ұсақтап турап аламыз, немесе үкіштен өткізулеріңізге де болады. Алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды, ұсақтап туралған майымызды салып, қолдың көмегімен крошка жасайтын боламыз. Неке біздің ұнымызда майымыз толықтай еріді, енді оның үстінен тұзымызды, суымызды құйып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз осындай болып үйлену керек, қатты жұмсақ та емес, қатты да емес. Қамырды пакетке салып 15 минутқа тұндырып қоямыз. Ендігі этап салмасында бізге 3 картоп, 1 жуа қажет болады. Картоптарымызды ыдысымызға осылайынан ұсақтап турап аламыз, себебі картопымыз тез пісу мақсатында. Туралған картоптарымыздың үстіне суымызды, жарты шай қасық тұзымызды салып, отқа жібереміз. Ендігі кезек жуамызды дәл видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Табамызға майды құямыз. Мен гхи майын пайдаландым. 1,5 ас қасық гхи майын құйып аламыз. Жай сұйық май қолдансаңыздар да болады. Жаңағы ұсақтап туралған жуамызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, баяу отта қуырамыз. Он 15 минутқа тұндырып қойған қамырымызды осылайынан жақсылап қолымыздың көмегімен илеп аламыз. Сонымен пакетімізге салып, тағы да 10 минутқа тұндырып қоямыз. Мінекей біздің тұндырылған әдемі қамырларымыз дайын болды. Енді қамырымызды жұдырығымыздың көмегімен жаюға осылайынан дайындаймыз. Оқтаудың көмегімен жан-жағын жайып аламыз. Мінекей біздің әдемі жұқа болып жайылған қамырларымыз дайын болды. Дәл мантының қамырын кескендегідей осылайынан дәл видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Кесіп алған жаймамызды осылайынан бетін жауып қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Жаңағы қайнатып алған картопымызды, қуырып алған жуамыздың үстіне тұзымызды, бұрышымызды салып, осылайынан езгіштің көмегімен езіп аламыз. Мінекей бізде осындай пюре сияқты салма дайын болды. Енді кесіп алған жаймамызды видеодағыдай етіп реттеп шығамыз. Реттеп шыққан жайманың үстінен 1 ас қасық салмамызды салып шығамыз. Ендігі кезек пирожкилерімізді түйіп аламыз. Осылайынан вилканың көмегімен түйеміз. Қолмен түйгеннен вилкамен түйген өте ыңғайлы болып келеді. Мінекей біздің вилкамен түйілген әдемі пирожкилеріміз дайын болды. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырып аламыз. Қызған майымыздың үстіне түйілген пирожкилерімізді дәл видеодағыдай етіп салып шығамыз. Менде 5 штук пирожки сиді. Егер бұдан да үлкен ыдыстарыңыз бар болса, оны да қолдануға болады.
Мен пирожкиді пісіріп жатырған кезде ас қасықпен үстінен май құйып тұрдым, себебі көтеріліп әдемі болып пісейді екен. Пирожкилерімізді отта көп ұстап қажет емес, кішкене ғана қызарса жеткілікті. Кішкене ғана қызарғаннан соң екінші бетін аударып әдемілеп пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің ауызда еритін пирожкилеріміз дайын болды. Оңай рецептпен жасалынады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Егер де видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге еттің қамырын бүтіндей осылайынан холодильникте сақтау жолын үйрететін боламын. Қонақты көп күтетіндер үшін және де жұмысбастылар үшін өте тиімді әдіс болып табылады. Қамырымыз осылайынан езілмей әдемі болып шығады. Осындай жайма жаю әдісін үйренгіңіз келсе, менімен видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды, бір шай қасық тұзымызды және де салқын суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен жоғарғы сұрыпты ұнымызды саламыз. Мен 100 пудов ұнын қолдандым. Ұнымызды салып болғаннан соң қатты әдемі қамыр илейміз. Егер қамырыңыз қатты болмай қалады деп қорықсаңыз, мен сізге алдымен ыдысыңызға ұнды салып алуды кеңес етер едім. Қатты болып иленген қамырымыздың бетін 15 минутқа жауып тұндырып қоямыз. 15 минут өткеннен соң осылайынан қолымызбен күлше жасап, тағы да 15 минутқа тұндырамыз. Қамырды тұндыру ол жайманың ең маңызды этаптарының бірі болып табылады. Сондықтан қамырыңызды міндетті түрде тұндырып алуды ұмытпаңыз. Қамырыңыз сол кезде әдемі болып жайылатын болады. Мінекей біздің қамырымыз жайылуға дайын. Енді үстінен ұн сеуіп, осылайынан жұдырықтап басып шығамыз. Бастапқы кезде ұнды көптеу етіп себе беруіңізге болады. Келесі этапта бізге оқтау көмекке келетін болады. Осылайынан дәл видеодағыдай оқтаудың көмегімен қамырды айналдырып жайып шығамыз. Қамырымыз осындай орташа көлемге келгенде, жайылуға дайын болғанда, ұн бетіне ұн сеуіп, тағы да сағат тілімен айналдырып оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырды жаю барысында қамырдың ортасына көп күш салмай, екі шетіне ғана күш салатын болсаңыз, қамырыңыз әдемі біркелкі болып жайылатын болады. Ендігі кезек киімге арналған чехолды осылайынан ортасынан бөліп аламыз. Киімге арналған чехолымызды стол үстіне төсеп, оның үстінен жайылған қамырымызды жаямыз. Чехолдың шетінен осылайынан артылған жері қалады. Дәл видеодағыдай жаймамызды орап шығамыз. Мұндай рулонды базардан шаруашылық заттар сататын жерден немесе ыдыс сататын жерден сұрасаңыздар да болады. Осылайынан жаймамызды әдемілеп орап аламыз және де холодильникте 3 айдың көлемінде сақтауға болады. Және де бұл жайманы үйіңіздің жанындағы магазиндерге өткізіп, таптырмас бизнес жүргізулеріңізге де болады. Мен қолымдағы қағазды Canva приложениесі арқылы жасадым. Яғни іздеуге арналған жеріне жаймаға арналған логотип деп іздесеңіз, жаймаға арналған барлық логотиптің түрін шығарып береді. Сол жерден өзіңізге ұнаған логотиптің түрін таңдап, осылайынан шығартып алсаңыздар болады. Мінекей біздің жаймамыз дайын болды, достар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Каналымда осындай пайдалы видео рецепттермен және де пайдалы мастер-класстармен бөлісіп отыратын боламын. Сол себепті менің каналымды жоғалтып алмас үшін төмендегі подписаться бөлімін басып және де қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Мінекей қамырымыз осылайынан езілмей әдемі болып шығады. Егер видео ұнаса, лүпілшені басып төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Байзақова. Қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі тілі үйретін, іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып шығатын балық қуыру әдісімен бөлісетін боламын. Кез келген балық түрін қолдансаңыздар болады, өздеріңізге ұнаған. Ең алдымен осылайынан балығымыздың сыртын жақсылап тазалап алып, кішкене жіңішке бөліктерге бөліп аламыз. Келесі этап бізде балықты тұздау этабы. Балықты тұздау этабы өте маңызды этаптардың бірі болып табылады. Сондықтан жақсылап өздеріңізге ұнайтындай етіп тұздап алыңыздар. Балығымызды тұздап болғаннан соң жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Енді балықтың сұйықтығын дайындаймыз. Балықтың қытырлақ болып шығуының бірден бір себебі ол біздің газдалған сарыағаш сусынымызда. Ең алдымен ыдысымызға сарыағаш сусынын құйып, еліктен өткізілген ұнымызды салып, дәміне қарай паприка, бұрыш, тұзымызды сеуіп аламыз. Мен спец түрлерін
үлгілерінен паприка мен қара бұрышты ғана қолдандым. Сіздер қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады, егер де аштыны қатты ұнататын болсаңыздар. Барлық специя түрін салып болғаннан соң осылайынан түйіршік қалмау үшін видеодағыдай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай сұйықтық пайда болды. Дайын болған сұйықтығымызға тұздалған балықтарымызды батырып, қызып тұрған майымыздың үстіне біртіндеп салып шығамыз. Майды табамызға көп құюға да, аз құюға да болмайды. Осылайынан балығымыз жартылай бататындай етіп құюымыз қажет. Бізге осылайынан балықты қатты қызартып қуырған ұнайды. Сіздер өз қалауларыңызша қуырсаңыздар болады. Балығымыздың екінші бетінде аударып пісіріп алып, майлық төселген ыдысымызға осылайынан әдемілеп қойып шығамыз. Балықтың астына майлық төсеу ол өте маңызды, себебі балықтың барлық артық майларын өзіне сіңіріп алады. Балықта ағзаға пайдалы витаминдер өте көп. Омега-3, ақуыз, амин қышқылдары, йод, кальций, магний, темір деген сияқты витаминдерге өте бай. Сондықтан аптасына бір рет ас мәзіріңізге қосуға кеңес беремін. Құрметті менің сүйікті көрермендерім, қазақ тілді осындай кулинарлық YouTube каналымның әрі қарай өсіп, әрі қарай дамуына өздеріңіздің аз да болсын үлестеріңізді қосып, осы видео ұнаса лүпіл басып, төменде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Мінекей біздің іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып шығатын балығымыз дайын болды, достар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Байзақова. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен бірге ашытқысыз дайындалатын хачапури дайындайтын боламыз. Ірімшіктері дәл видеодағыдай созылып тұратын, дәмі дәл үйретін хачапури ауызашар уақытысында дайындап, жақындарыңызды қуантуға кеңес беремін. Осындай шынайы рецептерді көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Алдымен бөлме температурасындағы үстімізге тұзымызды, қантымызды, 2 ас қасық сұйық майымызды және де дәл видеодағыдай 1 ас қасық содаға уксусымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араласып болған сұйықтығымыздың үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Ұстаған кезде осылайынан жұмсақ үлпілдек болып тұру керек. Бетін жабық күйінде 10 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша сырларымызды үккіштен осылайынан майдалап өткіземіз. Дайын болған сырымыздың үстіне дәміне қарай тұз, 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сырдан жасалған начинкамызды осылайынан 4 бөлікке бөлеміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыздан бізден 4 хачапури шығады. 4-ке бөлінген хачапуридан осылайынан әдемілеп зуала жасап аламыз. Дайындап қойған зуалаларымызды енді орташа көлемде қатты қалың емес, қатты жұқа емес етіп жайып аламыз. 4-ке бөліп дайындап қойған сырымызды үстінен қойып шығамыз. Дәл видеодағыдай осылайынан түйін жасаймыз. Біз ең маңызды кезеңіне келдік. Оқтаудың көмегімен қамырымызды осылайынан абайлап жайып аламыз.
Жайылып болған қамырымызды баяу отта қызып тұрған табамыздың үстіне қойып, бетін жабық күйінде пісіреміз. Астыңғы жағы қызарған хачапуридің беткі қабаты осылайынан ісіп тұрады. Сол кезде екінші жағын аударып, бетін жабық күйінде тағы да пісіріп аламыз. Дайын болған хачапуридің бетіне міндетті түрде май жағуды ұмытпаңыздар. Пісіп болған әр хачапуридің бетіне осылайынан май жағып шығамыз. Мінекей біздің дәмді, созылмалы, үлпілдек хачапуриларымыз дайын болды, достар. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Ауызашар уақытысында әр жақыныңызды қуанта жүріңіз. Осындай оригинал рецептерді көру үшін менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыра кетіңіз. Қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш.